Амансыздар ма, құрметті әлеумет? Бүгін 10 қаңтар 2022 жыл. Алдарыңызда Сихаев Айдархан Әшімханұлы. Құрметті әлеумет, 4-нен басталып 9-на дейін, тіпті бүгінгі күнге дейін созылып жатқан қайғылы оқиғаға күңіреніп, шын жүрегімізбен көңіл айтамыз. Осы қанды оқиғаның, қаңтардағы қанды оқиғаның құрбаны болған отбасы мүшелеріне, отбасыларға, қазақтарға шын жүректен көңіл айтамыз, қайғырып отырмыз. Біз соңғы роликтан кейінгі әңгімеміздің тоқтап қалуы сол себептерден деп түсінсеңіздер болады. Бұл енді 21 ғасырда миға сыймайтын нәрсе. Әсіресе елімізде, қазақ елінде болып жатқан бұл оқиға тіпті ақылға сыймайтын, жан түршіктіретін жағдай. Бұл оқиға, құрметті әлеумет, бізге нені анықтап, нені көрсетіп отыр. Яғни, қазақ ұлтының әлі бар екенін аңғартты. Рухани жойылды деген ойымыз енді ойландыруға әкеліп отыр. Себебі мың өліп, мың тірілген қазақ едік деуші едік. Енді 1001 рет өлді. 1001 рет тіріле ала ма деген уайымда едік. Сөйтсек, өздерінің азаматтарын, ұландарын құрбан етіп, бас көтеріп жатқан ел ішінде арлы азаматтар бар екен, намысты азаматтар бар екен, шыншыл, әділ адамдарымыз бар екен. Яғни, бұл қанды қырғын Алматыда болған, кезінде Жаңаөзенде болған жағдай қазақтардың ұлтшыл емес екенін дәлелдеп отыр. Бұны бүкіл қауым, жан-жақтағы елдер, шетелдер, жер шарының адамдар білуге тиіс. Қазақ ұлты ұлтшыл емес. Өйткені бір-бірімен қырылысып жатыр. Не үшін қырылысып жатыр? Өткен жолғы өзіміздің ролигімізде айтқан адамдық жол мен құтабандық жол, пенделік жолдың шайырына келгендегі айқас деп түсінсеңіздер болады. Бұдан кейін көздеріңіз жеткен шығар деп ойлаймыз. Билік басында құтабандық әрекеттер біраз жастарымыздың, адамдарымыздың өмірін алып кетті. Осындай құрбандыққа бару дұрыс пе еді? Әрине дұрыс емес. Әрине дұрыс емес.
ұрлықтың түбі қорлық, өтіріктің арты бір тұтам, немесе ұрлықтың арты қуыс деген мәселеге тіреліп жатыр. Яғни адамзат баласында мәселе осы әрекеттерге бүгін тіреліп тұр. Қайсымыз жанымызды қорғап, жан сақтап өмір сүргіміз келетін болса, осы жаман қасиеттерден арылуымыз керек екеніне көзіміз жеткен сияқты. Сол себептен де, құрметті қазақтар, енді бұндай қайғылы оқиғаның болдырмауына атсалысудың қажеттігіне көзіміз жеткен сияқты. Тек Қазақстанда емес, осы жер бетінде тірі адамдар иесіне. Ал Қазақстан жағдайында қарайтын болсақ, қазақтар жойылды, қазақстандықтар болдық. Қазақстандықтар қандай жұрт, қандай ел түсініксіз болды. Ойымызда, ісімізде түсініксіз болды. Сол түсініксізді пайдаланып, қутабандар билікке жетіп істеп жатқан жағдайлары мынау. Енді бұны біз адам өлімін, қан төгілгенді біз ешқандай қаражатқа, ешқандай шығынға теңеуге болмайтын қасірет деп бағалаймыз. Сол себептен де мұнда тіпке кінәлі адамдар, биліктегі адамдар, Тоқаев кінәлі. Және соны сайлаған адам кінәлі. Оны кезінде халық сайлаған жоқ еді. Бұл енді бұндай әрекетке, бұндай басымдыққа баруы арсыздығы деп есептейміз.